Бәріңе сәлем достар. Бұл күнді мен асыға күттім. Себебі мен осындай видео блог түсіремін деп жүргеніме біршама уақыт өткен болатын. Және дәл қазір көріп тұрғандарыңыздай мен Алматы қаласындамын. Докторантураға оқуға түстім және осы қалада тұрып жатырмын қазір. Жалпы Ақтауда өмірім туралы бір жылдық бір видео блог шығару мақсат болған еді. Алайда монтаж процесі өте ұзаққа созылғандықтан ол процесс күн сайын кейінге қалдырылуда. Және соның алдын алу мақсатында бүгін ерінбей осы тизерді түсіруді жоспарладым. Және менің ойымша бұл дұрыс шешім болған секілді. Себебі әрі қарай кейінге қалдыра беруге болмайтын дүниелердің бірі. Былтыр тамыз айының 24-інде мен Ақтау қаласына көшіп келген болатынмын. Есенов университетіне жұмысқа орналастым. Алғашқы оқытушылық жұмысым басталды. Сол жерде көптеген студенттермен таныстым. Ұстаз болу мәртебесі бұйырды. Және көп қазіргі күнге дейін достарым болып табылатын әріптестерім бар, жанашырларым бар, және Ақтаудағы барлық туысқандарымен туыстық қарым-қатынастарымды дамытуға өте үлкен мүмкіндік берген бір қала болды. Ақтаудың орны мен үшін өте ерекше. Қасиетті мекенде өсіп-өніп, жұмыс жасап, сол жерде болу бақыты бұйырғанына мен қатты қуаныштымын. Және дәл қазір Алматыда болған кезімде салыстырмалы түрде Ақтаудағы өмірі мен Алматыны салыстыру, әрине ол мүлдем салыстыруға келмейді. Алайда бастапқы уақытта мен Ақтауды қатты сағынып жүрген болатынмын. Өте қатты сағындым, Ақтауға қайтқым келді, не істесем болады, қалай жасасам болады деген сияқты түрлі ойлар болды. Бірақ соған қарамастан дәл қазір Алматыдамын және бұл жақтағы өмірімнің күн сайын түрлі жаққа қарай мені мүмкіншіліктер ашып жатырғанын көргеннен кейін мен ойлана бастадым. Неге мен Алматыда қайтадан өзімнің мүмкіншіліктерімді пайдаланып көрмеске? Неге мен осы жерде дамуды ойламаймын, мақсат етпеймін деген сияқты ойлар келген болатын. Соған байланысты мүмкін алдағы уақытта әлі кім білген, мен Ақтауға қайтып кететін шығармын. Кім білген, Алматыда қалатын шығармын. Бірақ әзірше менің осындай ойларым болып жатырғандығын сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Келесі кезекте ол әрине оқу мәселесі. Мен өзімнің қазуыма, өзімнің бакалаврды, магистратураны бітірген, қазуыма, халықаралық қатынастар факультетіне грантқа түскеніме, докторантураға өте қатты қуаныштымын. Осындай маған мүмкіндікті берген барлық оқытушыларыма, қолдау білдірген оқытушыларыма және әрқашан маған сенген қасымдағы жақын адамдарыма, әріптестеріме алғысымды айтқым келеді. Бұл видео көптен бері YouTube'қа шығарылмағандықтан бір көп орысша айтқанда сборная солянка болатын секілді. Себебі дәл қазіргі сәтте менің ойымда неше түрлі ойлар бар. Ішімде менің сан түрлі көңіл болған болатын. Оның ішінде реніш те бар, оның ішінде қуаныш та бар, оның ішінде қайғы да бар, мұң да бар. Оның ішінде менің мақсаттарымның орындалғаны бар. Кейбір адамдардың менің өміріме келіп мені демдеп жіберген сәттері де бар. Сондықтан бұл жалпы 24-ші жыл, 25-ші жыл дәл осы Алматыға келген уақытқа дейінгі Ақтаудағы өмірімді жалпы өзімнің белгілі бір трансформациядан өткен сәтіммен өте қатты байланыстырамын. Себебі дәл қазір мүмкін мен камераға айта алмайтын шығармын ол мәселелер туралы, бірақ басымда сан түрлі оқиғалар өткен болатын.
мен әлі жылауықпын, бірақ мен бұрынғыдай көп жыламасам да, мен әлі де жылауықпын. Мен оны мойындаймын, өзімнің қатты сентиментальды, қатты эмоционалды адамдардың бірі ретінде санаймын. Бірақ оған қарамастан өзімнің кей сәтте жинап алуға мүмкіншілігім бар екенін де білемін. Ертеңгі күні бұл видео YouTube-қа шығатын, шықпайтын білмеймін, бірақ бұл видеодан мен қазір өте қатты керемет әсер алып отырмын. Себебі менің дәл қазіргі бұл жазып отырған жазбам ертеңгі күні маған еске салушы ремайндер ретінде болатын секілді. Себебі Меруерт, сен осындай болдың, сенің өміріңде осындай оқиғалар болды, сен сол оқиғаларды осылай басыңнан өткердің деген секілді маған ремайндер болатын секілді. Сондықтан мен бұл видеоны қалай да YouTube-қа жүктеймін деп ойлаймын. Әзірше бұл не бары әңгімелесу. Алдағы уақытта мен Ақтаудағы барлық тірліктерімнің барлығын осы камераға түсіріп жүрген болатынмын. Соның барлығымен бөлісемін қалайда. Енді келесі мәселе. Қазір далада күн бұлтты болғанына қарамастан, мен Алматыда дәл қазіргі сәтте, дәл осы сәтте өте бақытты адамдардың бірі ретінде өзімді санаймын. Және өзімді осылай бақытты сезінуге, бақытты сезіне алуыма мүмкіндік жасаған өзіме алғыс айтқым келеді. Әрқашан мен айналамдағы адамдардың маған деген қолдауын, мені қолпаштауын күткендеймін. Және сол уақыттардың барлығында мен өзіме Меруерт, сен жарайсың деп айтып көрмеген секілдімін. Дәл қазір айтқым келеді мен өзіме: Меруерт, сен жарайсың, сен мықтысың, сенің бар арман мақсаттарың орындалады, сен армандарыңа жетесің, және бұл ең соңғы аялдама емес. Бүгінше осы. Соған қарамастан 8 минуттық видео болды. Бұл видеоны мен ешқандай монтажсыз, жай ғана ішімнен ақтарылған сезімдердің бейне жазбасы ретінде YouTube-қа жүктейтін боламын. Жарайды, келесі видеоблогтарда көріскенше, бүгіннен бастап бұл каналдан жоғалмауға өзіме бірінші уәде беремін, екінші сіздерге уәде беремін. Алдағы уақытта сан түрлі ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.